Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерді өзімнің арнамда көрмейінше қатты қуаныштымын достар. Бүгін бізде бумажный сюрприздер распаковка болады. Бүгін екінші видео менің арнамдағы, және де бүгін бізде новый фон, және де жаңа бір коллекция. Бұл коллекция аталады Reddit деп. Бізде уже жаз келді, уже жаздың екінші айы. Вот, мен осы жазға байланысты бір коллекция жасағым келді. Бұл коллекция Reddit деп аталады. Осындай бір қарбыздың суреті, осындай стикерлер, то есть қарбыздың стикер. Осы екеуі перфорациямен. Негізінен барлығына да перфорация жасаған келген, бірақ та уақытым жетпей қалды. Сразу видео түсіргім келіп кетті. Ал ендеше қалған коллекциялар сіздерге таныс. Ендеше пакеттерімізді таңдайық. Бичке ұрып коллекциясы бізде 3 қана пакетик қалды. Мен осы бір Малефисента дейма, солай аталады. Бір подписчигім айтқан солай. И бүгінгі біздің новиночкамыз. Білмеймін қандай пакет екен, осындай испуганный пакет таңдайық. Келесі коллекция мемы аниме. Мен бүгін осы бір пакет таңдаймын. Келесі коллекция зайчик. Мен осы бір қызыл және қызғылт пакет таңдай деген болатын. Келесі коллекция. Бұл коллекция бізде уход либо косметика. Осы пакет таңдайым. Келесі коллекция Дьявол. Төртеуік пакетик аптым. И бүгін давайте демонмен таңдайық осы. Келесі коллекция бізде Хоппер. Осы бір пакет таңдайым. Вот. И давайте коллекциямызды, распаковкамызды бастайық. И вот біздің новый фон. Мен өзім жасаған болатынмын. Осындай фон. Армияларға арналады. Кім арми? Подписать етіп кетіңіздер каналға. Вот. Фона қояйық. Так, ең бірінші коллекция. Дьявол коллекциясы. Осындай пакетик. Достар, қазір ашатын боламын. Және де комментарийға өтінемін. Қандай коллекция жасайын, жазуды ұмытпаңыздар. Бізде перфорация дұрыс шықпай жатыр. И вот жыртуға тура келеді. Қыттай жыртам деп барлығын жырттым ғой. Достар, артық дауыстар естіліп жатырса кешірім сұраймын. Кішкене ғана шықты. Ну ладно. Және де бүгін бізде осындай дьявол түсті. Вот. Давайте біз оны екінші жерге жабыстырайық. Так, келесі коллекция. Бұл бізде уход либо косметика. Алдыңғы видеода бізде осындай макияж кетіретінмен смывание для макияжа деймін. Білмеймін, сөйтіп ұмытам. И және де осындай бальзам түсті. Бүгін не түсеткен, қазір көретін боламыз. Бұл жерге мен барлық косметиканы жазған жоқпын, то есть суретін салған жоқпын. Так, боя қояйық, чтобы барлық көрінсін. Да. И бізде косметика түсті. Бірінші косметика, бұл бізде тоналка. Наверное, тоналка барлығында да бар. Ой, так, көтті. Жағы дұрыс жабыстырмаған сияқты жүрді. Ну ладно. Так, и біз бұны жақ бара жабыстырайық. Ал біреуі уход. Екеусінде. Қазір айтамын бұның не екенін. Бұл бізде біреуі шашқа арналған повязка. Ал біреуі осында резинка. Қазір көрсетемін мен резинкам, бірақ басқа жақта резинкамды көрсете алмауым мүмкін. Но қазір повязкамды көрсетемін. Вот достар, повязка осындай болады, білесіздер деген ойдамын. Ал мен бірақ та бұл жерде оны розовый түске боядым. Так, келесі коллекция. Так, Peach Girl деп аталады. Так. Вот самый последний пакетик. Алдыңғы видеода бізде осымен осы түсті. Ең бірінші пакетик. Ал бұл, блин, сразу алынды.
Әншейінде ұзақ алынып жүреді. Ну ладно. И давайте біз бұны Малефисентаны, не знаю вообще, симай қалады ма деп те қорқасың. Так, бізде осындай бір ақша ұстап тұрған, осындай бечке орылып түсті. О-оу. Упс. Нет. Всегда косячий эконом. Молодец. Bunu даже не знаю, как. Потому что бізде әлі 4 сюрприз бар, оның бәрін қаққа сыйдыратынымды білмеймін. Даже не знаю. Так, зайчик. И қазір зайчик коллекциясын ашамыз. Вот, осындай пакетик. Өбе қақта. Талмай қалдым ғой. Осындай, бұл екеуі слишком кітап болып шыққан, но все равно біз оны, наверное, шелерге жабыстырайық. Қисық, конечно. Всегда қисық. Так, келесі коллекция. Белый медведь. Или хотар. Так, келесі деген жақ отын түсті. Отыртып көрсетейін. Вот. Білмеймін, қандай коллекция жасарымды комментарий жазып кетіңіздер өтінемін. Мен уже екінші рет вкладышты көрсетіп қойдым. Ну, ничего страшного. Тағы көрсетіп қойдым. Молодец, бәрін көрсетіп отырмын уже. Достар, я бұндайлар клеймен жабыстырмайды, сол үшін де мен бұны докторларының скотчпен жабыстырамын. Сұрап жатыр, немен жабыстырғансыздар. Так. Мен қазір кадрдан тыс ашып болмасам. Достар, өздеріңіз көргенде тағы көрсете салайын. Бұл бізде номері 6, және біз оны 1, 2, 3, 4, 5, 6 ең соңғы орынға жабыстыратын боламыз. И өздеріңіз көріп қойғандай біздің вкладыш осылайынан Reddit'те мен осылайынан модный көріп жаздым. И біз осындай пакетик испуганный, почти ашық, классно. Класс. Так, бұл жерде айтайын ба, оқытпелен ба, оқымақпын ба, өтесінде бір қуанып тұр. Не нәрсе қуанып тұр деп ойлайсыздар. Вот, комментарий жазып кетіңіздер. Вот, и номер жоқ. Қай жер жабыстырамыз? Өте қиын, номерсіз. Номерлеу керек, вот, поэтому и номерлеуім керек. Былайынша мүлдем жабыстыра алмаймын, номерсіз. Вот так вот получается. Достар, келесі распаковкаде пакетиктерді жазып кетіңіздер, қандай пакетиктерді таңдайын. Либо кіммен распаковка сүрейін деген сияқты жазып кетіңіздер. Әпкемен ба, либо ініммен ба, или подругамен ба, айтып кетіңіздер, мен түсіретін боламын. Және де тағы да қандай видеолар қалайсыздар, распаковкаден бөлек қандай коллекциялар қалайсыздар, және де сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде ол жайында да бір коллекция жасап барлығын түсіретін боламын. Вот осындай өте демі каталогпен, осындай өте демі фонмен, осындай өте керемет коллекциялармен, осындай өте керемет видеомен сіздермен қоштасатын боламын. Бүгінгі видео ұнаса міндетті түрде лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал всем пока.